Қайырлы күн балалар, бүгін біз сіздермен 6-шы сыныптың 5-6 сабағымен жалғастырамыз. Ел тарихы ұлттық құндылық деп аталады бұл тарау, яғни тарихқа қатысты, тәуелсіздікке қатысты ұғымдар талданады. Әдеттегідей алдыңғы тапсырмаларды тастап кетіп, 3-ші тапсырмадан бастасақ, суреттерді салыстыр дейді, олардың қайда орналасқанын тап. Әр суретке сипаттама бер. Енді екіншісі әрине бұл Астанада орналасқан Қазақ елі монументі. Біріншісі мен қателеспесем, Алматыдағы мұз сарайы. Төменде сіздерге ақпарат бердім осы туралы. Өздеріңіз жаңағы ақпарат осы суретті көріп салыстырып көріңіздер. Алматыдағы Арена мұз сарайы біріншісі. Бұл туралы ақпарат интернетте де көп. Жалпы егер болсаңыздар сол сарайда сыртынан көрсеңіздер, өздеріңіз сипаттап жазып берсеңіздер болады. Қандай сарай, неден салынған, сіздерге ұнады ма, жоқ па бұл ғимарат деген сыңайлы. Қазақ елі монументі бұл бүкіл жерде белгілі. Бұл туралы ақпарат мінекей осындай. 5-ші тапсырма, мына кестедегі сөздерді қолданып сөйлем құрап жаз дейді. Ғажап, кіріңіздер, ойпырай, әдемі, сұмдық, кет, тоқтат, былай тұр. Бұл енді ішінде одағай сөздер де бар, экспрессивті, эмоционалды сөздер кейбірі. Осыларды құрап сөйлем жазу керек. Жаңағы дыбыс екпініне мән беру керек. Мысалы, әдемі деп таңырқап, сұмдық, кет, тоқтат, былай тұр, ғажап, яғни созып айту керек дыбыс екпінін. 5-ші тапсырманың орындалуы мынадай. Ғажап дегенде күй, ғажап сарындар жеткізеді. Кіріңіздер, үйге кіріңіздер, төрге шығыңыздар. Ойпырай, мына ғимараттың биіктігін ай. Көйлегің сондай әдемі, өзіңе керемет жарасып тұр. Немесе әдемі деп созып айтуға болады. Сұмдық, одан барлық қулықты күтуге болады. Көлік жолынан әрі кет. Жүргіншілер жолы бар емес пе? Қане тоқтат, жабырқауды, көңіліңді көтер. Бұлай тұр, жолдан әрі тұр деген сыңайлы осындай сөйлемдер құрастырып жаздым. Ауыстырып басқа сөйлемдермен жазсаңыздар да болады. 6-шы тапсырма, мәтінді көңіл бөліп оқы дейді. Әрбір абзацтағы негізгі ақпараттарды белгілеп, жалпы ақпараттарды емес, ақпаратты болуы тиіс бұл жерде, маңыздылығына қарай бөліп жаз деді. Яғни осы мәтіндегі ең маңызды ақпараттар қайсы деп ойлайсың? Соларды бөліп жазу керек. Және неліктен ол маңызды ақпарат? Бұл енді мәтін болғасын көркем басқа сөздер, басқа ойлар болады, бірақ негізгі ақпараты бар. Нені айтқысы келіп тұр бұл мәтінде? Менің ойымша, мінекей сарымен жазылғандар, бұлар негізгі ақпарат. Яғни автор неге көңіл бөліп отыр? Бұл мәтіннің тоқ етері, яғни қорытынды идеясы, ойы неде? Осы мәтін арқылы бізге автор нені айтқысы келіп тұр? Мына жерде мысалы еліміздің ұлан байтақ кең екендігін, одан кейін қазақтарды сол жерге сирек шашып жібергені секілді туралы осы жөніндегі ақпараттар, яғни сарымен белгіленген ақпараттың барлығы маңызды деген ақпарат болып есептеледі меніңше. Жалғастырамыз. 7-ші тапсырма, үлгіге сәйкес оқылым мәтіні бойынша өз пікіріңді дәлелдеп айт дейді. Яғни шағын мәтін құрастырылады. Мына 6 пунктті орындаған кезде, 6 тапсырманы дейміз, орындаған кезде шағын ғана мәтін құрастырылады. Бұл мәтінде ең алғашқы сөйлем, менің пікірім, яғни кез келген ойға қатысты, кез келген ақпаратқа қатысты сенің пікірің болу керек. Мен осы туралы осылай деп есептеймін, немесе осылай ойлаймын, солай басталу керек. Мінекей, мысалы, менің пікірім, қазақ халқы бауырмал халық. Неге олай ойлайсың? Оны дәлелдеу керек. Екінші сөйлемде дәлел, өйткені, себебі деп басталуына болады. Біз бір-бірімізді көргенде қуанып қауышамыз, сағынышымызды білдіріп, жағдай сұрасамыз. Содан кейінгі пікіріңді дәлелдейтін мысал, яғни осы дәлелді айттың, оған мысал. Мысалы, 2-үш сөйлеммен. Мысалы, көптен көріспеген ағайын үйіне келген қонақты бір асым етсіз жібермеген. Оның үстіне үй ішіне сәлем айтып, сый-сияпат, сыралғы, сарқыт беріп жіберген. Осындай сарында болуы тиіс бұл мәтіндер.
Сонымен мысал келтірді, көз алдымызға елестеттік, одан кейін өз пікіріңе қарсы ой топшылау, бірақ дегенмен деген сөздермен басталуына болады бұл сөйлемнің. Яғни кез келген ойды айтып келе жатқанда, оған қарсы бір ой туындауы әбден мүмкін, ол заңды. Дегенмен бүгінде қоғамның дамуына байланысты түрлі өзгешіліктерді байқауға, көруге болады. Енді осы қарсы пікіріңді ақтап алатын пікір, осыған қарама-қайшы бір пікір. Бірақ аға ұрпақ жастарды отбасы құндылықтарын үйретуден жалыққан емес. Күнделікті тұрмыста болмаса да, той жиындарда, мерекелерде бабалар дәстүрі әлде сақталып келеді. Осылай жаңа қарсы пікірге тағы да бір қарсы пікір айтамын, содан кейін қорытынды оймен бұл ақпаратты, бұл мәтінді тәмамдаймыз. Қорытынды ой деген не? Қорытынды ой деген тұжырым, яғни осы жоғарыда айтқан 4-5-5-6 сөйлем арқылы қандай ойға келдің, қандай ойды айтқың келді, бұл мәтіннің түйіні неде, сенің ойың, соңғы пікірің қандай? Менің ойымша дәстүрді барынша сақтау керек, қолдау керек деген сыңайлы жаңа өз ойыңды қорытып жазасың соңында. 8-ші тапсырма, оқылым мәтіндегі ақпараттардың реттік санын мазмұнына сәйкес дұрыс жаз дейді. Бұл жерде оқулықта бір реттік сандар көрсетілген әрбір сөйлемнің тұсында, бірақ бұл сандар дұрыс емес, яғни шатыстырып берген сіздерге. Сондықтан қайсысы бірінші келетін сөйлем, одан кейінгі ортада тұратын сөйлем қайсысы болу керек, одан кейін соңғы сөйлем қайсысы болу керек, оны өздеріңіз табуларыңыз тиіс. Ол үшін мәтінді мұқият оқу керек, қарау керек. Енді менің ойымша осы ретпен 2-1-3 деген ретпен кетуі тиіс. Егер мен қателессем, жаңағы оқулықтан тағы бір дұрыстап қараңыздар. Енді реттік сандарын табасыздар деген ойдамын оқушылар. Жалпы мен сіздерге ылғи айтып келем, тапсырма орындалған кезде дәл соны көшіріп алу заңдылық емес. Тексеріңіздер, міндетті түрде қараңыздар ақпаратты. Келесі 9-шы тапсырма, төменде берілген сөйлемдерді пайдаланып, тәуелсіздік күніне арналған құттықтау хат жаз дейді. Екпіннің түрлерін қолдан. Төменде 3 сөйлем, 3 ой, яғни 3 сөйлемнен де көп, бұл жерде 5-6 сөйлем болуы мүмкін, яғни 3 абзац берілген. Осы реттікті сақтау маңызды ма жоқ па, мен оны білмедім, бірақ барынша ретті сақтауға тырыстым. Кей жерлерде соңғы сөйлем мәселен екінші орынға өтіп кетті. Дегенмен де сарымен жазылғандар сіздердің оқулықта берілген қолданылуы тиіс сөйлемдер. Ақпен жазылған сөйлемдер менің өзім қосқан сөйлемдерім. Бұның барлығы осындай бір абзац, яғни құттықтау хат болып шықты. Жоғарысына құрметті отандастар деп, немесе құрметті замандастар, құрметті достарым деп жазсаңыздар болады. Содан кейін осы сөйлемдерді қолдана бересіздер. Балалар, 10-шы тапсырмамен жалғастырамыз. Төмендегі сөздер мен сөз тіркестерін қолданып мәтін құрап жаз дейді. Сөйлемдерде тіркес екпіні және дыбыс екпіні болуын ескер. Олардың астын сыз дейді. Сөздер берілген: ата-баба тарихы, біздің ел, тәуелсіздік, халық арманы, құндылық, тарихтың әр парағы, менің ойымша бостандық, аманат, шежіре дейді. Неге осы сөздерді пайдаланып бір тәуелсіздік жөнінде толғаныс, егемендік жөнінде өзіңнің ойың, тәуелсіз Қазақстан жөнінде бір ақпарат берілуі тиіс. Сонымен мінекей сарымен жазылғандар бұл әдеттегідей оқулықтағы сіздердің қолданылуыңыз тиіс берілген сөздер. Ақпен жазылғандар біздің өзіміздің, менің қосқан, яғни сөйлемдерім. Осындай мәтін шықты. Тәуелсіздік ата-баба тарихындағы ең маңызды белес. Бұл біздің елдің қайта жаңғырғанын, тұғыры нығая түскенін білдіретін ұғым. Тәуелсіздік жер бетіндегі қаншама халықтың арманы. Оның жолында әлі де қанша халық күресіп келеді. Бұл бірінші абзац. Екінші абзац: тәуелсіздік арқылы біз тек шекарамызды бекітіп қоймай, ұлттық құндылықтарымызды, сіздерде құндылық деген сөз берілген екен, құндылықтарымызды да түгендедік. Балалар, енді мен әр сөйлемді оқып отырмайын, сіздер өздеріңіз оқып аласыздар деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген тұстарыңыз болса, келіспейтін жерлеріңіз болса, комментарий қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде уақытым барынша сіздерге жауап беретін боламын. Аман, есен болыңыздар.